Алдымен өзіңді, сосын өзгені өзгерт. Барлығы ақшаның жоқтығына шағымданады, бірақ ақылдың жоқтығына ешкім. Жұмыс аяқталған кезде кеңесшілер табылады. Қанша өмір сүретінін адам өзі шешеді. Алыстан барлық адамдар жақсы. Байларға аз ақша, кедейлерге үлкен ақша қарызға бермейді. Кейде ең үлкен даналық бос сөз айтпау. Ақша алу ешқашан маза бермейді. Беру тез жалықтырады. Қартайғанда адам нашар көреді, бірақ көпті көреді. Жақсылық үшін дереу алғыс айт, ал жамандықты кейінге қалдыр. Егер сіз тігіншіден сізге көйлек тігуін сұрасаңыз, оның қалай киінгеніне қараңыз. Егер сіз адамнан құтылғыңыз келсе, оған қарызға ақша беріңіз. Кедей туыстар, алыс туыстар. Қарызға ақша куәгерлердің көзінше бер. Сыйлыққа оларсыз бер. Өзін бар күшімен мақтайтын адам жаман. Олар мақтауға лайық адамды емес. Кімге тәуелді болса, соны мақтайды. Адамды адам таниды. Қалай жұмыс істесең, солай табыс табасың. Екеуі сенің өліміңе сенбейді. Сені сүйетін және жек көретін. Өтірікші басқалар туралы шындықты айта алады. Бекершілікпен тамақтанатын мақтаныш кедейлікпен тамақтанады. Оттан сақтан, суға сенбе. Сәттілік бұрылып кетсе, тістер сүзбеден де сынады. Баланың ең сүйіктісі немересі. Құмыраға тас түсті. Құмыраға қасірет. Құмыра тасқа түсті. Құмыраға қасірет. Кім көп жегісі келсе, аз жеуі керек. Досыңызбен себепсіз ұрыспаңыз. Дау-дамай кезінде екі жақтың да пікірі тыңдалуы керек. Егін піскенше оның иесі жомарт. Шебер болмас бұрын шәкірт болу керек. Еврейлер қайғыдан күледі, егер жылауға болмаса. Өз күшімен мақтану үлкен әлсіздік. Жұмыс саған керек болғаннан гөрі, жұмысқа сен керек болғаның жақсы. Әңгімелесушінің менмендігі әңгімеге кедергі келтіреді.
Сақал ешкіні равин етпейді. Әбзел таққан адамға қамшы тиеді. Жақсылық болашақта, ал жамандық жылдамдықта жеңеді. Екі ит сүйекке таласып жатқанда, мысық оны алады. Ақша жоқ, жалқау болма. Ақшаң бар, мақтанба. Жамандық келмейінше, жақсылық бағаланбайды. Күштілер саусағымен, әлсіздер жұдырықтарымен қорқытады. Ақылды адам қиын жағдайдан қалай шығу керектігін біледі, ал дана оған түспейді. Ешкім саған таяқ көрсетпесе, мінезіңді көрсету оңай. Ақымақ әзілдегенде өзін білдіреді. Әр келіннің енесіне ұқсастығы бар. Кімді сыйласаң, итін де сыйлайсың. Өзіңнің күнәларың тез ұмытылады. Егер мәселені ақшаға шешуге болатын болса, онда бұл мәселе емес, шығындар. Есікті қатты құлыпта, сонда көршіңді ұры демейсің. Өткенін мақтан тұтатынның бүгін мақтанатын ештеңесі жоқ. Оқталған мылтық басқаларды қорқытады, ал оқталмаған мылтық иесін қорқытады. Алуды білсең, беруді де біл. Теңізден құмырамен су алсаң, теңіз суы одан азаймайды. Балалар мен ақымақтар шындықты айтады. Жауыңыздың құлағанына қуанбаңыз. Сонымен бірге оның тұруына көмектесуге асықпаңыз. Кім сұраса таңдамайды. Ақшаны ақша табады. Әзілмен шындықты айт. Жалғыз жейтін жалғыз өледі. Әрбір тауар үшін оның сатып алушысы бар. Кім өзі үшін жұмыс істемесе, ол басқа үшін жұмыс істейді. Ақша барда ақымақ ақылды болып көрінеді. Жындыдан аулақ болыңыз. Көп айтқан адам көп қателеседі. Білімді еврей әрқашан жол табады. Аяқ киімі болмаса, жалаң аяқ жүреді. Әйелі шалбар киген отбасында күйеуі іш киімін жуады. Ата-ана баласын мақтамауы керек.
оларға ешкім сенбейді. Адал адам қарызын өтеуде белгілі болады. Шаштың ағарғаны даналық емес, кәрілік белгісі. Ат сені майданға апарады, бірақ сен үшін соғыспайды. Адамзатты сүю оңай, адамды сүю қиынырақ. Үндемеуден гөрі сөзге тәубе ететіндер көп. Адамға ұнайтын нәрсе ол үшін жақсы. Тәжірибе бұл адамдар өз қателерін айтатын сөз. Арзанға сатып алынған құнды нәрсе қуаныш әкеледі. Даналық үнсіздікке сәйкес келеді, бірақ үнсіздік әлі даналық емес. Өтірік айтушының есте сақтау қабілеті жақсы болуы керек. Кішкентай нәрселерге үйренген адамды бақытты ету оңай. Қорғаныстың ең жақсы түрі шабуыл. Қонақ пен балықтың иісі 3 күннен кейін басталады. Ақша үшін үйленетін адам оны еңбекпен табады. Сараң асқазанын кесіп тастауға дайын, бірақ операция ақша тұрады. Әлсіздер алдымен соққы береді. Баяу әрқашан кеш қалады. Өмірде адамға 3 нәрсе керек: сабыр, тәтті тіл және сыр сақтай білу.